Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз ба. Өзіміз тану сабағы басталды. Қане барлығымыз орнымызға отырамыз. Бесті ережесін сақтаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын барлығымыз қазір су асты патшалығына саяхат жасайтын боламыз. Қойшақ қане көзімізді жұмамыз. Бізге қазір музыка қосылады. Көзімді жұмып, келеді деп алып. Бізге үйге Хамза есен жанттым, және үйде деген мәтінмен үзінді берілген болатын. Ал енді қазір сол үйге берілген тапсырма бойынша кім сұрақтарға жауап бергісі келеді? Біздің бірінші сұрағымыз, атасы не себепті баласын балыққа жібермеді? Менің ойымша, дала мұз болғаны үшін, және немересіне уайымдап балыққа жіберген жоқ. Жақсы. Екінші сұрақ бізде мәтіндегі қысқы көріністі қалайша сипаттап айта аласыздар? Менің ойымша, ол жерде боран, мұздар қатып жатыр, айнадай көк күмбек. Жақсы. Үшінші сұрақ, ал бізге берілген мәтін бойынша қандай жалпы адамзаттық құндылықтарды сипаттап мағынасын аша аласыздар? Мәтіннен біз бір-бірімізге деген сүйіспеншілікті, қамқорлықты, мейірімділікті, сыпайылықты және шыншылдықты үйренеміз. Жақсы оқушылар, біздің бүгінгі сабағымызға сай берілген дәйек сөз қадірімізді дейтін адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оңайдарға түрі жоқ деген сөзі екен. Қане, осы дәйек сөзді бірінші ұлдар, кейін қыздар пайдалайды. Жақсы ма? Мен үш дегеннен кейін ұлдар бастайды. Қазір барлығымыз бірге айтатын боламыз. Келістік па? 1, 2, 3. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оңайдарға түрі жоқ. Жақсы, ал енді осы дәйек сөздің мағынасын кім ашып айтқысы келеді? Сұлужан, бастайық. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оңайдарға түрі жоқ. Дәйек сөзін мен былай түсінемін. Мысалы, осы қоршаған ортада су, ағаш, гүл, соның барлығы табиғи болғандықтан бізге таза ауа шығуына көмек етеді. Ал біз оны керісінше ластаймыз. Сондықтан да оны біз ластамау үшін табиғат бізге ештеңе айта алмайды. Себебі ол жансыз болып келеді. Жақсы. Ал енді тағы бір қосымша ақпарат қосқысы келеді. Данияр. Менің ойымша, осы дәйек сөзде адам табиғатсыз өмір сүре алмайды деп ойлаймын. Жақсы. Ал енді қазір алдын ала дайындалып келген бейнематериалдарға назар аударыңыз. Табиғаттың таңғажайып көрінісі адамды таңғалдырмай қоймайды. Табиғаттың көрінісін көзбен ашатын су, тас, орман, тау және де тағы басқа. Бүгін біз таңғажайып табиғат көріністерін ұсынатын көшеміз. Жақсы ма? Бірінші топ сіздерге қазір табиғатқа байланысты сурет салу беріледі. Екінші топ сіздерге берілген арнайы мақал материал беріледі. Сол мақал материалдың жалғасын тауып мағынасын ашасыздар. Үшінші топ сіздер табиғатты қорғау барысында өздеріңіздің тараптарыңыздан қандай іс-әрекеттер, жұмыстар, ұсыныстар ұсынар едіңіздер, сол сұрақтарға жауап бересіздер. Төртінші топ сіздер табиғатқа байланысты бейнематериалда көрген оқиғаларды, суреттерді қатыстыра отырып, шағын ғана эссе жазасыздар. Келістік па? Жақсы. Қазір барлығымыз шығармашылық жұмысымызды бастаймыз. Шығармашылық жұмысымызды аяқтап болсақ, қане топ бойынша барлығымыз өз жұмыстарымызды сіңдіреміз. Келістік па? Бірінші қазір Алибейдің тобы бастайды, бізге берілген мақал материалдердің жалғасын тапсырсын. Солай ма? Менің ойымша, бірінші мақал материал мына тасқа бітеді, бөлім басқа бітеді. Су суға құйып дария болар, жас үлкейіп қария болар. Жақсы. Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Жақсы. Ал енді осы мақал материалдердің мағынасын кім ашып айтқысы келеді? Ләззат, мағынасын аша қойшы. Біздің мысалға даламызға жаңбыр жауса, біздің даламыз гүлденіп, ауа райы күшті болады. Сөйтіп түсінемін. Дұрыс айтасың. Жақсы, келесі. Айшат. Эссенің тақырыбы әсем табиғат. Қоршаған орта көңілге шабыт, сезімге ләззат, бойына қуат беретін бағалы байлығымыз. Жалпы табиғатта жаратылған әрбір түрі ағза құнды. Табиғат адамзаттың өмір нәрі қажетінің табылар санның бәрі дегендей адамзатта табиғатта жаратылып дамыды. Табиғат жалпы бүкіл тіршілік көзінің алтын ұясы, өсіп өркендеген мекені. Сіздерге мен табиғатты қорғау барысында қандай ұсыныстар өздеріңіздің ойларыңызда қалай істейтініңізді көретін, иә? Алина айтамын.
табиғатты қорғау үшін осындай өзіміздің яғни вкладымыз жасайтын едік. Біріншіден, әр 5 жыл сайын әр қалада, штаттың ішінде экономикалық жүйені тексеретін бір собраниялар өтеді. Сондайларда біз деген көп адамдар жинап, мусорды яғни бір жерге салып, өзендер бар жерлерде сол өзендерді тазалап, біздің өзіміздің планетамыз өте таза болады деп ойдамыз. Бірінші ереже ол далаға, басқа аулаға қоқыс тастамау. Ал екінші ереже біз талдарды, гүлдерді жұлмау және кеспеу. Біз керісінше оларға су құйып, оларды өсіру керекпіз. Егер біз осындай таза ауада өмір сүргіміз келсе, біз осы ереженің бәрін сақтау керекпіз. Жақсы, нақты түсіндіріп өтсем. Біз суретті салдық, себебі мысалы мына жерде бізде өзіміздің ғаламшарымыз жер бар, яғни мына жерде табиғатымыз. Егер біз бұны ластап табиғатымызды көркемдеуге әсерлерін жерлесек, онда біздің табиғатымыз мүлде экономикалық жағдайдан өте лас болады. Сондықтан да табиғатты аялайық. Жақсы, тамаша, келісемін. Рахмет. Шаруашылық жұмысымызды аяқтап болсақ, барлығымыз орнымыздан тұрып, топпен әңгімелесетін боламыз. Қайын, назарымыз экранда болсын. орындауындағы Қадыр Мырзалидің әнімен сабағымызды аяқтаған болатынбыз. Барша сабаққа қатысушыларға рахмет айтамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.